Малайсары батыр Тоқтауылұлы қазақ халқының тарихындағы орны ерекше батырлардың бірі. Орта жүздің биі, қолбасшы, саясаткер, дипломат. 18 ғасырдағы аласапыран дәуірде қазақтың жерін қорғап, елін жаудан сақтаған қайсар ұлы. Батырлығынан бөлек Абылай ханның бас кеңесшісі болған сұңғыла саясаткерлігі де тарихтан белгілі. Оның туған жылы жайлы әрқилы пікір айтылады. Көптеген зерттеулерде 1700 жылы деп көрсетілгенімен, кейінгі зерттеушілер 1708 жыл деп нақтылауда. Туған жері сыр бойының Түркістан атырабы. Әкесі Тоқтауыл түйе көтерген, жолбарысты жалаң қолмен алған ержүрек батыр деп сипатталады. Анасы Мөлдір Қалмақ ноянының қызы. Малайсарының қарындасы Қабанбайдың әйелі болған Гаухардың да есімі тарихта батырлығымен қалған. Малайсары батыр туралы алғашқы дерек көздері Шоқан Уәлиханов пен Мәшһүр Жүсіп еңбектерінде кездеседі. Мәшһүр Жүсіп өз жазбаларында осы Малайсары өз заманында епетейсіз ірі, дөкей батырдың бірі есепті болған деп жазады. Әйгілі ғалым Шоқан Уәлиханов 18 ғасырдағы батырлар туралы тарихи аңыздар еңбегінде Малайсарының Абылай хан бағалаған батырлардың ішіндегі ең биік екендігі айтылады. Абылайдан 300-дің батырлардың ішінде бәрінен жақсы көріп, құрмет тұтатының қайсысы деп сұрағанда, ол былай деп жауап беріпті. Менің батырларымның ішінде батылдық пен ер жүректікте Малайсарыға, қайсарлық пен зеректікте Баян батырға тең келетін ешкім жоқ. Ғалым Шоқан Уәлихановтың жазбаларына қарағанда, Малайсарының аты шыға бастаған кез 18 ғасырдың бірінші жартысы. Қазақ жерінің төрт құбыласында жау басып, жан алқымға таяған уақыт. Шашыраңқы, бейбіт әрі момын жатқан қазақ халқына айналасында жатқан елдер түгелдей ауыз салып, жұлмалауға тырысқан шақта, Абылайдың айналасына топтасқан батырлар ежелгі мекені ұлы қазақ даласын азат етуге жан аямай кіріскен еді. Малайсары батыр солардың ішіндегі ең танымал, беделді көшбасшылардың бірі болғандығын тарих айқындап отыр. Малайсары би сайланып, арғынның Бәсентиін руының рубасы болады. 18 ғасырдың ортасы қазақ хандығы саяси тұрғыда аса ауыр жағдайларға тап болған кез. Шығыстан жоңғар хандығының шапқыншылығы бір толастамай ала шапқынға түсірсе, солтүстіктен Ресей империясы арқа даласына құрығын сала бастаған еді. Осы уақыттарда Абылай ханның айналасындағы билер мен батырлар да әртүрлі саяси қадамдарға барып, түрлі пікірлерде болды. Зерттеулерге қарағанда Малайсары батыр Ресей империясымен бірлесу ұстанымына қарсы болған. Керісінше, жоңғар мемлекетімен қарым-қатынасты күшейтуге көп күш салып, тіпті оған қол да жеткізген. Сондықтан бейбіт бітім мен шебер дипломатиясы үшін жоңғар қоңтайшысы Қалдан Серен Тархан атағын береді. Алайда 1745 жылы қоңтайшы Қалдан Серен қайтыс болғаннан кейін бұл елде үлкен бұлғақ басталады. Қоңтайшылық орынға талас туып, өзара соғысқа түседі. Абылай хан Бөгенбай батыр, Малайсары батыр сияқты сол кездегі ел алдындағы тұлғалар бұл жағдайды барынша қазақ халқының пайдасына шешуге ұмтылды. Абылай хан, Бөгенбай батыры, Жәпек батыры, Ералы сұлтан, Төле би бастаған топ қазақ хандығынан пана сұрап келген Әмірсана мен Давачиді ұстап бермеуге бекиді. Ал Әбілмәмбет хан мен Малайсары батыр бұл екеуін ұстап беріп, жоңғар хандығында тыныштық орнатуға ұмтылады. Өйткені бұл екеуінің кесірінен болып, екі ел арасында тағы да соғыс тууы мүмкін еді. Осындай толымды деректерге қарап отырып, 18 ғасырда қазақ хандығының басынан өткен ірі тарихи оқиғалардың баршасының басы қасында Малайсары батырдың жүргендігін аңғаруға болады. Елдің болашағы үшін өзі дұрыс деп тапқан шешімдерді қабылдай білген қайраткерлігімен де ел есінде қалған. Мәшһүр Жүсіп Көпейұлының қалдырған шежірелік деректеріне қарағанда, Малайсары Тархан өмірінің соңында қалмақтармен соғыспауға бел буып анттасқан екен. Алайда ел мүддесі жолындағы қан кешу ол антты аттауға мәжбүрледі. Абылай хан бастаған орта жүз қолы Жетісу жерін қалмақ басқыншылығынан босату үшін майдан ашады. Малайсары батырға да қолқа салып қол бастауын сұрайды. Сертіне беріктік танытқанмен уақыт оған қаратқан жоқ. Батыр қазақ қолының бір туын ұстап, тағы да жорыққа аттанады. Қалмақтардың бір қорғанын бұзу шайқасында Малайсары батырға 3 рет оқ тиеді. Ауыр жараланған батырды Абылай қасына алдырып емдеп, бақауылға өзге тамақты бере беріңдер, тек сүрет бермеңдер деп тапсырады. Соғыс жағдайында жас ет табылмай, етке аңсар ауған батыр бақаушыға басымды шабамын деп қорқытып, дорбаның түбіндегі қазына астырып жейді. Абылай келсе батырдың түсі бұзылып жатыр екен. Ет берген екенсіңдер ғой. Жалғыз ақ үміт ішегінің бүтіндік еді деп қамығып тыған. Сонда Малайсары батыр
Әзірейіл шіркін қайда жүр деушем, ала қоржынның түбінде жатқан екен ғой. Сөйтіп амалын тауып алмаса біздей батырға бетпе-бет келуге жүрегі дауаламайды екен ғой депті. Ішкен ант суының қасиеті ме? Әлде тағдырдың жазғаны солай болды ма? Малайсары батыр 1754 жылы көз жұмып, қазіргі Алматы облысындағы Сарыөзек таласында жерленеді. Қазір сол өңірдегі Алтын Емел тауының бір жотасы Малайсары атымен аталған. Батыр көзі тірісінде ол жақтағы елдің жоғын жоқтап, намысын қорғап бірнеше мәрте қол бастап барған. Төнген талай нәубетті найзасымен түріп, қара бұлтты сейілтеді. Қазақ хандығы тәуелсіздігі мен тұтастығы жолында жан аямай күрескен қаһарман ұл әрі қайраткер тұлға Малайсары Тоқтауылұлының есімі тарихпен қатар қазақ әдебиетінде де жиі айтылады. Жамбыл Артықбаевтың Малайсары Тархан тарихи драмасы облыстық театр сахнасында 2004 жылдан бері қойылып келеді. Павлодар қаласына ескерткіш орнатылып, көше атауы берілді.